Бүгінгі үйренетін қайталарын сөздердің тізімі осылай болады. Тыңдаңыздар. Әулет, таму, ержету, бойжету, ұғыпты, ұғып, шырақ дене, әрқайсысы, алпамса, алып, жан тәні, кідіру, жуық, мұнайлату, үгіттеу. Қазір сөздердің тізімі орыс тіліне оқимын, тыңдаңыздар. Династия, капать, возмужать, взрослеть, аккуратный, аккуратность, крепкое энергичное тело, любой, каждый, великан, великан, душа и тело, задерживаться, близкий, облегчать, агитировать. Осы сөздердің тізімі қолданып, шығармамды жазамын. Тыңдап тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Қашаушылардың әулеті. Біз көне қаламызда туып өскенміз. Ол сәулет мұраларымен бүкіл әлемге танымал. Қаламызда тас қашаушылардың әулеті ежелгі заманнан пайда болды. Әрқайсысы қаламыздағы көне ғимаратқа қарсаңыз, бұл біздің атақты тас қашау элементтің бір мүшесінің қолынан келді. Әулеттің бірі Алпамса деген лақапатты шебері болған. Шырақ денесіне қоса, оның бойы жуықта 2 метр болған. Адамдар оның тек шебер ғана емес, жан тәні жақсы адам болғанын айтқан. Алпамса ержетіп, күші жас жігітке айналды. 20 жасына келіп, ол нағыз алыпқа айналды. Адамдар бұрынғы заманда физикалық күші ғана емес, адамдық қасиеттері де құрметтеді. Алпамсаның ұрпақтары тез бойжеткеннен кейін атақты шеберлер болды. Олардың жұмысы ұқыптылығымен ерекшеленетін. Жұмысы ойналату үшін олар жаңа жұмыс әдіс тәсілдерін енгізіп, оларды басқа шеберлердің де қолдауына үгіттеді. Олардың мол тәжірибесінен туындаған және өмірлік қағидаларға негізделген даму жолын ешкім кідірте алмады. Келесі жаттығуда синхрон аудармасының жасауды тырысайық. Сіздерге орыс тіліне мәтінді оқимын, тыңдаңыздар. Династия каменотесов. Мы родились и выросли в древнем городе. Он известен на весь мир своими архитектурными памятниками. В нашем городе династия каменотесов появилась в незапамятные времена. Если взглянуть на любое древнее здание города, вы поймете, что оно вышло из рук одного из представителей нашей знаменитой династии каменотесов. Одним из династий был мастер по прозвищу Алпамса, великан.
Помимо жилистого телосложения, рост его был около 2 метров. Люди говорили, что был он не только искусным мастером, но и человеком с доброй душой. Возмужав, Алпамса превратился в сильного молодого джигита. К 20 годам стал он настоящим великаном. В старину люди ценили не только физическую мощь, но и человеческие качества. Потомки Алпамсы, повзрослев, становились знаменитыми мастерами. Работы их отличались необыкновенной аккуратностью. Чтобы облегчить труд, они вводили новые приемы и методы и убеждали других мастеров тоже ими пользоваться. Никто не мог задержать их путь развития, рожденный из богатейшего опыта и основанный на жизненных принципах.